Сәлеметсіздер ме? Менің атым Алпамыс, мен қаржы орталығының өкілімін. Қазақстанда оқушы орындары тапшылығы мәселесін шешу мақсатында жан басына қаржыландыру тетігі іске асырылуда. Бұл тетікте оқушы орындарының пайда болуына да және де бизнестің білім беру нарығына нәтижелі кіруіне де қолайлы жағдайлар жасалған. Тетіктің артықшылығы неде? Біріншісі инвестициялық шығындарды өтеу. Жаңа мектеп құрылысы кезінде бір оқушыға 280 мың теңге, ғимаратты мектеп қылып қайта жаңғырту кезінде бір оқушыға 137 мың теңгеден астам төлем 8 жыл бойы төленеді және төлемдер индекстеледі. Екіншісі, операциялық шығындардың өтелуі. Орта есеппен бір оқушыға жылына 481 мың теңге төленеді және де бұл төлемдер мектептің жұмыс істеу кезеңі бойы төленеді. Үшіншісі, ата-аналар төлемақысын алу мүмкіндігі. Қазіргі уақытта оң нәтижелер бар. 40 мың орындық 100-ден астам мектеп ашылды. Жалпы Қазақстан бойынша 2021 жылы 400-ден астам жекеменшік мектеп жұмыс істейді. Мысалы, Бином Education мектебі Нұр-Сұлтан қаласында 4 мың оқушыға арналған. Қызылорда қаласындағы 300 орындық Зияткер мектебі. Тараз қаласындағы 1025 орындық Арай Илит мектебі. Толық кеңес алу үшін бізге қоңырау шалыңыз. Тиімді бизнеске капитал салыңыз.